Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдина қаласына келген кезде, яғни өзінің мемлекеті болған кезде, әлгі мүшриктердің Меккедегі қиыншылықтарынан, олардың түрлі қорлықтарынан құтылып, Мәдина қаласына келіп, жеке мемлекет құрған кезде ең бірінші істеген ісі бұл мешіт тұрғызу болды. Бұл мешіттің қаншалықты маңызды екендігін, мұсылманның өміріндегі алатын орны қаншалықты үлкен екендігін көрсетеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер бір кісінің мешітке барып жүргенін көрсеңдер, онда фашхаду лаху бил иман, оның Аллаға иман келтіргендігіне куәлік беріңдер деді. Яғни тіпті мұсылман екендігін көрсететін нәрсе оның мешіттен қалмай, мешітке, жамағатқа, жұма намазына келіп тұруы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары айтатын еді, біздің кезімізде намаздан, мешіттен, жамағаттан тек қана мунафиқ маълумун нифақ, яғни мунафиқ екендігі, екі жүзді екендігі анық болған адамдар ғана қалатын деді. Екі жүзді мунафиқ екендігі анық болған адамдар ғана жамағатқа келмейтін деді. Яғни адамдардың барлығы ол мунафиқ қой дегендіктен мені біледі ғой, менің мунафиқ екендігімді біледі ғой, мешітке барғанымнан не пайда деп мешітке келмейтін. Ал бірақ мунафиқ екендігі белгісіз болған адамдардың өзі мешіттен қалмауға тырысатын. Ең болмағанда бағанағы сол менің мунафиқ екендігімді біліп қоймасын деп. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы сахабалары, шынайы Алла тағалаға иман келтірген құлдар, олар мешіттен қалмайтын еді. Сол үшін де сахабалар осындай ауыр сөзді айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті мен намазға азан шақыруға бұйырып, сонымен тұрып намазға имамдыққа имам шығарып, артынан адамдар үйіп, мешітке келмегендердің барып тіпті бағанағы үйін өртейін бе деп қалдым дейді. Әлбетте дініміз ондай нәрсеге рұқсат бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да ол нәрсені істеген жоқ. Бірақ бұл жамағат намазының қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Жамағат намазының қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Сол үшін де мұсылман адам мешітпен тығыз байланыста, жүрегі мешітке байланған болуы керек.